Үйленүү, балалы болуу, үй алуу бул адамдардын эң үлкен борчтары, сондай-ак эң бакытты кездер. Бирок данан үчүн үлкен каржы дагдарысы. 5000 да жетпейт. Менде де осылай болгон. Жаумыңның достары менің бәңкеде істейтінімді біліп алыпты, сонымен мен Америка акчасы долларда алып шығуға мәжбүр болғанмын. Аға, әлгі көрімдіктерін қайда? Біреу ақ па? Не, осақ па? Екеу? Үшеу? Жететін шығар. Жетет. Кім бұл? Мен көрімдікпін. Мен күйеу жігітпін. Жөн жоралғымды алып қалыңдығымды алып кетуге келіп тұрмын. Қалыңдығымды. Күйеу бала, алдымен жөн жоралғыңды жаса. Алдын ала айтайын, егер біз көрімдігіңе қанағаттансақ, онда бері кіре аласың. Егер қанағаттанбаса, қалыңдықты ойыңнан шығар. Түсіндің бе? Қалыңдықты ойыңнан шығаратын бол. Түсіндім. Көңілдеріңізден шығат деп үміттенем. Көрімдігіңді бер енді. Жоғар жақтан берсеңші. Міне, жібердім. Осы біреу ғана ма? Міне, тағы бар. Екеу ақ па? Міне, тағы. Бәрін беріп болдым. 50 үйан? Чаутең, күйеуің шық берме Шығайбайдың өзі екен ғой. Менікі тек 20 үйан екен, жоралғыны білмейді екен. Біреуінде 100 үйаннан кем берген жоралғыны тұңғыш көруім. Құдайым-ай, мендегі де тек 10 үйан ғана бар екен. Бізді қайыршы санап тұрма. Данан үшеуіне тек 80 юан салып Чаутеңді үйінен ұзатып шықты. Біз де оны қайта танығандаймыз. Бұл біздің ең өзге қуырмаштарымыздың бірі. Сәлеметсіз бе, сізден сұрауға бола ма? Мұнда жарыс машинасының шебері Сүнчаң бар ма? Я, мен Сүнчаңмын. Не жұмыс бар еді? Сізбен кездескенімізге өте қуаныштымыз. Біз сіздің көп жанкүйерлеріңіздің біріміз. Журналдан сіздің сұхбатты көріп, керемет шығар деп іздеп келдік. Сіз суреттегіден де керемет сұлу екенсіз. Рахмет, отырып әңгімелесейік. Біз сізге өте мән береміз, бірақ кездесудің реті келмеген. Сосын мен телеарнадан дәмді тағам жепсе бағдарламасын жарыс машинасының чемпионы осы асхананың қожайыны дегенді көрдім. Шынымен де сіздің мұнда екеніңізді білмеппін. Иә, біз сол бағдарламаны көрген соң осында іздеп келдік. Біз сіздің жанкүйеріңізбіз. Сіздің келбетіңізге, машинаны жақсы жүргізетініңізге қол қоямыз. Міне, дәмханада ашып алыпсыз. Қарындасы, бұл жарыс машинасы менің кәсібім емес, ол менің өмірімнің бөлшегі. Өте керемет. Өте керемет. Менің маңдайыма осы жарыс машиналары жазылған. Бізге қолтаңбаңызды қалдыруыңызға бола ма? Мәселе жоқ, сендер отыра тұрыңдар. Жетер. Қыздар, біздің асхана ол үшін бірнеше қуырмаштар жасады. Ішінде сорпасы да бар. Адамдардың есте ұстау қабілетінің артуына көмектеседі. Яғни, сенің оны көрген соң, оның әрреткі бұрылысын ұмытпайтының сияқты. Асымыз дәмді бағасына лайықты. Рахмет. Қойып болдым. Тағы әлгі... Бұл не істеген, олар мен үшін келіп отыр ғой. Бәрібір асхананың қонағы. Жарайды, мен қонақ қыламын. Менің есебінен тарта сал. Сенің бұлайдағы үлесің тартыла жоқ болған. Алтыншы үстел қуырмашқа тапсырыс берді. Жақсы, жарайды. Әке, оған көмектесіп жіберші. Ақырына байлаңдар. Әй, сен де көмектесіп жібер. Босқа тұрма. Менің жұмыстарым бар, сыртқа шығып білейін. Бұл сенің не істегенің? Асханада жұмыс шаш етектен, сенің сырттағы жұмысың бітпейді екен. Бойжеткен, сіз қашаннан бері жарыс машиналарына қызығасыз? Орта мектеп оқып жүргеннен бастап, ол кезде менің шашым өте қысқа болатын. Көбінде достармен бірге бильярд ойнауға баратынбыз. Бір күні менің аяғым мертікті. Сонда да бильярдханаға барып жұрттардың ойнағанын қызықтап жүрдім. Бір күні бильярдханада отырсам, телеарнадан 2004 жылға F1 жарысын беріп жатыр екен. Бірден көріп қызығып қалдым. 2004 жылы әлгі Чумахы 7 жылдық рекордты бұзды, солай ма? Солай емес пе? Дәл солай.
қызығушылығы ортақ адамдар тез тіл табысады деген рас екен ғой. Менің бұрынғы жігіттерім менің жарыс машинасын тамашалауыма қарсы болды. Олар менің бұл салаға қаншалық қызығатынымды түсінбейтін. Олардың ойынша қыз бала жарыс машинасы шабандоздарының киімін кисе бір түрлі сияқты. Құдайым-ай, онда олардың түсінігі мүлдем басқа екен. Сен білесің бе, шетелде спорт киімін киген қыздарды жұрттар ұнатады екен. Түсінгеніңе рахмет. Атыңыз атыңа сай екен. Жоқ, шынын айтсам, менің шеберлігім оншалықты керемет емес, өйткені осы реткі жарыста жардан құлап кете жаздадым. Қалай болмасын, сен жеңімпаз болдың ғой. Бұл сенің талант екеніңді дәлелдейді. Жоқ, сен мені айтып отырсың ба? Иә, сен талантты шебер Сунчан. Рахмет. Уай, Шаутин. Отағасы, мен компьютерден суреттер көрейін деген едім, қалай істеймін? Сен мен отырған үстелдің оң жақты екінші тартпасын аш. Аштым. Жамал, күте тұр. Сосын? Күте тұр, сосын айтам. Ана көкөністерді бөлек қой. Біразын сорпаға, біразын қуырмашқа істейміз. Сорпаға азырақ істетсеңдер болады. Жақсы ма? Көп жұмсамаңдар. Алаңсыз болыңыз, бәрін орналастырып қойдым. Жапа шектің бара бер. Айтпақшы, бәйбіше, тұра тұршы. Енді не істейін? Сорпаға қайсы суды істеткеніңді білесің ғой. Істететін кезде істете біл. Ақшасы төленген. Сондықтан мұқият болғайсың. Иә. Жақсы. Әлгі үстелдің оң жақ екінші тартпасын аш. Иә, аштым. Қызыл түсті плашка сияқты нәрсе көрдің бе? Иә, көрдім. Дұрыс, соны алып, фотоаппараттағы кішкентай карттан соған сал. Сосын бір жақ үшін компьютерге саласың. Жақсы. Көрдім, жақсы болды. Болды, мен жұмысым істеймін. Күте тұр. Отағасы, сен кешке ертерек үйге кел. Бірге Лылының бұл жолғы ойын сауықта түскен суреттерін көреміз. Жақсы. Қазір мен жұмыстамын. Барған соң сөйлесек. Жарай ма? Отағасы, Сіздердің қуырмаштарыңыз, асықпай алыңыздар. Шеше, ала отырыңыз. Елдегі аспаздар өте нашар. Қуырмашқа қарасам тәбетім қашады. Менің байқауымша сіз әкемнің ісін көзіңіз келмей отырсыз. Өйткені бұл мейманхананың аспазын әкем арнайы алдырған. Әкеңді айтпашы. Одан да сен Лео екеуіңнің араларыңда қандай ілгерушілік бар, соны айтшы. Ешқандай ілгерілеушілік жоқ. Ол екеумізде ешқашан мүмкін емес. Қойшы. Сенің көздеріңнен Леоға деген жақындықты байқадым. Ана кезде Чын мұғалім маған сөз салып жүргенде менде дәл сендей болғам. Құдайым-ай, Чын мұғалім Лео екеуіңнің бірге болғандарыңды көрсе қатты қуанар еді. Шеше, Чын мұғалім сізден қаншалық үлкен? 10 жас. Бірақ оның тұрқы кәрі көрінбейтін. Бастапқыда мен де байқамаппын. Сенің әкеңе ұқсамайды. Күнде сол бітпейтін саудасымен ғана болатын. Онда сіз Чын мұғалімнің сізден соншалық үлкен екеніне намыстанбадыңыз ба? Расын айтсам, жас үлкен болғаның пайдасы көп. Өмірде көргені көп, сабырлы болады, және адамға қалай көңіл бөлуді біледі. Мұны айтып отырған тағы Лео есіме түсіп кетті ғой. Бұл жігітте бәрі жақсы. Жасы да сенімен қарайлас. Бұл туралы басында мен де ойланғам. Шеше, сіз менің алдымда Леоны айта бермекші. Айтпақшы, бірнеше күннен кейін сіздің туылған күніңіз келе жатыр. Не жоспар бар? Мұнша жасқа келгенде туылған күн тойлап жүрем бе? Бірге тамақ ішсек болды. Олай болмайды. Былтырда сіздің жаныңызда болмадым. Биыл жақсылап тойлайық. Қалауың болсын. Айтпақшы, әкеңді ертіп келіп жүрме. Мені ыңғайсыздандырма. Алаңдамаңыз, мен өзім орналастырам. Сау болыңыздар, тағы да келіп тұрыңыздар. Чуайың мына жақты да тезірек жинастырып таста. Жарайды. Сау болыңыз. Есеп жасап жатырсың ба? Бүгінгі кіріс қандай? 3000 юанның үстінде. 3000-ның үстінде? Жаман емес қой. Істегендерің жаман емес. Жалғасты тырсыңдар. Жарай ма? Жақсы. Айтпақшы, жейтін не бар? Жұмысшылар тамағы бар. Жаңаға мен алып келейін, күте тұрыңыз. Тағы да сол жұмысшылар тамағы. Жұмысшылар тамағы болса не болыпты? Құдайым-ай, бұл біздің асхана ғой, дұрыстап жасатып жемейміз бе? Жұмысшылар тамағының несі жаман, а? Мен әлі тікемнен тік тұрып тамақ ішпедім. Өзіңнің асханаңда өзің тамақ іше алмасаң, кімнен көрем? Кімнен көресің дейді. Сен мұнда болсаң, менде тамақтануға уақыт болар еді. Мен жоқ болсам не істер едің? Ұялмайсың ба? Асхана ашып, 40 күн ойын, 30 күн тойын.
Қайда кеттің? Жарыс машинасы, қыздар, ешкім сені таппайды. Бір айдың ішінде қаншалық арықтадым. Күні бойы арт жақта күйген майлар, адамның құсқысын келтіретін. Әбден шаршадым. Сен болсаң. Данан, ашуланбаш, мен жай ғана айтып қойдым ғой. Нені жай айтасың? Ертеңнен бастап реформа жүреді. Келдің бе отағасы? Шаршағанымды айтпа. Шыдасаңшы, бәріне үйреніп кетесің. Үйге келген соң бірінші қолымызды жуамыз. Шаршағанды өлдім, біраздан соң жуайыншы. Шәй ішіп ал. Мұнша шаршайтындай асхананың жағдайы қандай? Бәйбіше айтпа. Менше атағың жер жарғанның да пайдасы бар екен. Жақыннан бері сауда жаман емес. Не болды? Білесің бе, жақыннан бері менің жанкүйерлерім менен қолтаңбалы үшін келіп жатыр. Айтпақшы Басеке, мен сізге бір істі мәлімдейін деген едім. Мына Сүңданан жолдас асхана ашылғаннан бері қатты өзгеріп кетті. Өзгеріп жүр, түсінбедім. Қалай сонда? Бүгін мен кешірек асханаға келіп аспазға қуырмаштар қуырып жейін дегем. Мұның ешқандай оғаштығы жоқ қой, ал ана семіз аузына келген отта боқтап кетті. Қорыққанымды айтпа, жынданайын депті. Дананың істегенде қателік жоқ. Бұл асхана сендердің кәсіпорындарың, сендердің асханаларың емес. Қандай уақытта тамақ жегің келсе де арнайы жасатуға болмайды. Сенің маңайыңдағыларға көпшілікке ықпалың жақсы болсын. Айтпақшы, сен асханада болмай қайда кетіп жүрсің? Кешке келетіндей? Мен сонда болдым. Түсте адам көп болды, барлығымыз шаршадық. Түстен кейін адам аз кезде біраз демалатынымыз бар. Жарайды. Онда сен маған осы айда асхананың кірісі қанша болды, соны айтшы. Мұндай кішігірім істерді Дананнан сұра, ол менен жақсы біледі. Сен қожайын емессің бе? Қожайынмын. Сунчиан, сен маған кезінде не деп уәде беріп едің? Сен асхананы кәсіп ете отырып табысқа жетем деген едің ғой. Жоға, бұл әлгі еркек адам сыртта, әйел адам іште дегендей. Немене? Жоқ, менің айтпағым ақша жағына келгенде Данан менен алғыр, солай ма? Оның үстіне сен менің ақшаға жауапты болуымнан алаңдамайсың ба? Ақырын келейік. Я, Чаобичи де бір күнде Чаобичи атанған жоқ қой. Болды. Айтпақшы, осы бірнеше күнде уақыт шығарып менімен бірге әлгі досыммен кездесіп қайт. Қандай досың? Әлгі самауыр сорпасын аштатын Ян қожайын ба? Сүйтжан, шамалы сергегірек болсаң қайтеді. Әрбір жолдың өзіндік шығар есігі бар. Асхана жұмысының өзі үлкен сауда. Ян қожайын алғаш кәсіп ашқанда 4 жағдайы сағанда жетпейтін. Тек 4 үстел мен орындығы бар еді. Қазір мемлекет бойынша бөлімшелері бар. Уақыты келгенде жұрттан көбірек сабақ тыңда. Білдім, бірақ бәйбіше жағдай ұқсамайды ғой. Оның ашқан жері мен біздің ашқан жерімізде парк бар. Оның үстіне бәйбіше бұл жұмыста сен көп бас қатырма, болмаса бетіңе әжім түсіп кетеді. Жарай ма? Болды. Осымен доғарайық. Менің шынымен сенімен қалжыңдасып отыратын уақытым жоқ. Олам! Тапсырмаңды орындап болдың ба? Білмейтін жерің бар ма? Әкең саған көмектесін. Жоқ, ұйықтаймын. Ұйықтаймын? Онда әкең саған ертек айтып бересін. Жарай ма? Жүріп кеттік. Отағасы, сағат қанша болды, әлі ұйықтамағаның не? Не істеп отырсың? Қазір. Не көріп отырсың? Басқару жүйесіне қосайын. Отағасы, бұлай істей берсең денсаулығыңа зиян болады ғой. Ұйықта енді. Түннің бір уағы болды. Сауда мәдениеті. Тағы кешігу мәселесі. Я. Қайда жүрсің? Кешіріңіздер, кешігіп қалдым. Болды Данан, адамдар толық. Реформа жөніндегі пікіріңді естейік.
Ағайындылар асханасының реформалар жоспары. Бірінші бөлім, бірінші тармақ. Әрбір қызметкер сөзсіз уақытында жұмысқа шығу керек. 5 минутке дейін кешіксе, 50 юань айыппұл тартылады. 5 минуттан асып кетсе, 100 юань айыппұл тартылады. Жұмыс уақытында себепсіз сыртқа шығатын болса, мейлі қанша уақыт болса да, 100 юань айыппұл тартылады. Мына тармақ мен үшін алып айтқанда, айтайын дегенім... Дәрежесіне қарай айыппұл артып отырады. Жақсы, жалғастыр. Екінші тармақ. Саудамыз жүру үшін мәдениетті сақтайық. Серіктігіміз қызметкерлерінің денсаулығы жақсы болу үшін күнде азанда келген соң дене шынықтыру машығын жасап билейтін боламыз. Сонымен қатар, өз ұранымызды айтатын боламыз. Біз қаридарды сүйеміз, ерте ме кеш пе қаридар бізді сүйет. Дананы саған айтайын, мыналарыңды айтпай қойшы жарай ма? Азанда би машығын жасаймыз дейді. Не қажеті бар оның? Онсыз да шаршап жүргенде. Таңғы жиналыстан кейін машық жасап билеу сергектіктің негізгі ережелерінің бірі. Адамдардың ынтасын ашады. Бір күн сергек жүруіңе ықпал жасайды. Жұмысқа деген адамның ықыласы ашылады. Қалай түсінбейсіңдер? Әйтеуір мен өзім билемеймін. Бетті түсіретін шама жоқ. Біз жұмыс жасап жүрген адамдармыз, оқушылар сияқты. Сің қожайын, Чең ағаңның айтқаны дұрыс сияқты. Бізге спорттың керек жоқ қой, азанда билеу деген енді ақылға сыймайды. Тыңдашы, көпшіліктің бәрі қарсы болып жатыр. Жақсы. Көпшіліктің қарсы болғаны қызықтырмайды. Мен сенен сұраймын, білесің бе? Екі ауыз сөз, мен билемеймін. Чең аға, мен де билемеймін. Чең аға, мен де билемеймін. Иә, болды. Уәй, Жиң-Жиң. Данан, не болды? Сен біздің үлкен қаржыгерімізсің. Мен саған хабарлайын дегем. Айта бер. Мен асхананың басқаруына шамалы өзгеріс енгізіп, реформа жасап жатқан едім. Реформа? Иә, реформа. Жұмысқа уақытында келіп кету және сауда мәдениетіне сай, мен өзімізден бастап барлық қызметкерлер таңертең ерте келіп, дене тәрбие машығын жасап билесек, өз ұранымызды айтсақ деген едім. Қалай қарайсың? Бұл пікірім дұрыс па? Бұл жақсы екен ғой. Дұрыс. Сен де қосыласың ба? Иә. Рахмет. Басеке, қолдағаныңызға. Бірақ қазір қарсы пікірлер айтылып жатыр. Сен Сүнчанды айтып тұрсың ба? Иә, сен қайдан біліп қойдың? Ол екенін дөп басып айттың ғой. Оған телефонды бер. Қазір. Уай, сөйле, сигнал жоқ сияқты ма қалай өзі? Ештеңе етпейді, мен саған даусын шығарып берейін. Уай, бәйбіше? Сүнчан, Иә? Данан маған бәрін түсіндірді. Мен сенің Дананға сәйкесуіңді сұраймын. Енді мен алаңдата берме. Басеке. Бекіттім. Жақсы. Сіз қолдасаңыз, мен осы реформа бойынша жұмыс атқарамын. Жақсы. Жарайды, мен қадағалаймын. Сау бол. Жақсы, бұл тармақ осылай бекітілді. Үшінші. Сонымен қатар ең маңызды тармақ. Барлық қызметкерлер бастыққа бойсынады. Тек ағайындылар дәмханасы үшін аянбай еңбек етейік. Басталды. Қаридар үшін қызмет етеміз. Сен менімен бірге шешемнің туған күніне барасың ба? Сен шешең мені қабылдай ма? Қызының жігітінде бір қыз бар. Шешем біздің сүйкімді Дудуды көріп әсерленбей ме? Оның үстіне бұл жолы мен сен оған таныстыруым керек. Сен оған сөзсіз жақсы әсер қалдыр. Сосын барып біз шешеме сенің жағдайыңды айтамыз. Жарайды, алдын ала маған ескертіп қой. Алдын ала неге ескертем? Төбеңе жай түсіргенде қыламын. Шәншән. Иә? Ұстаздың мейрамханадағы жағдай жақсы ма? Болды. Онда болды. Бір-екі күннен кейін уақыт шығарып сендерге дастархан жаям. Жарайды, рахмет. Онда мен кеттім. Сау бол.
Жұмыс бар ма? Уэйми серіктігінің есеп мәселелерін Чауиге берген едің ғой. Сенің бұл сұрағыңнан сенде ілгерілеушілік барын сезіндім. Кешке саған сыйлық бар. Саған киім алып берейін. Мыналарға қол қоя сал. Жақсы ма? Міне құжаттар. Қайнапамен таныстырсаң, соның өзі бір сыйлық еді. Тез кіріңдер. Қарсы аламыз, келіңдер. Біз Сунчанды іздеп келдік. Әлгі өзі келбеті жарыс машинасының шебері атанған жігіт. Онда ол кісі қайда кетті, қашан қайтып келеді? Иә, біз оның асхана ашқанын естіп арнайы іздеп келдік. Ол асхана ашқан бекен? Иә, біз көптеген достарымызбен бірге осында бас қосатын болып келістік. Достарымызбен дейсің бе? Иә. Әй, бойжеткен, сенің онымен суретке түспексің бе? Иә, бірақ ол қазір жоқ екен. Ештеңе етпейді. Сунчаң жоқ болғанмен, мұнда оның жарыс кезінде киген қолғабы тұр. Уа, керемет. Тез суретке тартып ал. Қанетес. Сосын Сунчаңның үнемі отырып тамақ ішетін үстелі мен орындығы бар. Оны да суретке түсіріп алайық. Сендер Сунчаңның қандай құрмаштарды ұнататынын білесіңдер ме? Не дейді? Ашы тауық еті құрмашы. Әр жол жарысқа шығар алдында оның қандай сорпаны ұнататынын білесіңдер ме? Қандай сорпа? Сиыр еті сорпасы. Мен де ұнатам. Мен онда әлгі ашты тауық еті қуырмашына тапсырыс берейін. Сиыр еті сорпасына тапсырыс берейін. Бұл Сунчаң отыратын орын. Мен отырам. Сендер ол жарыстан жеңген соң қандай тамақ жейтінін білесіңдер ме? Қандай тамақ? Дәмді сорпа. Мен алам. Онда біз дәмді сорпаға тапсырыс берейік. Сосын бізге біраз суық көкөністерден қоса келерсіз. Жол. Ол жарыс шебері оған үлкен күш керек, сондықтан ол суық көкөністерді жемейді. Онда бізге оның ұнататын барлық тағам түрлері шығарыңыз. Бәрі Сунчаңдікіндей бірдей болсын. Әлгі кім бергелші? Мынаның бәріне 2-ден алып кел. Бара бер. Жақсы. Мені түсіріп жіберші. Сендер көңілді отыра беріңдер, мен телефон көтерейін. Уәй, сәлеметсіз бе? Семізім. Иә, Чаутин. Бүгін қаншада шығасың? Мен қайдан білейін? Не жұмыс еді? Кеше саған ертерек кел деген едім ғой, күте шаршадық. Лыла ренжіп жатыр. Таңертең тұрсақ тағы да ерте кетіп қалыпсың. Сондықтан мен айттым ғой, істей алмайтын істе балаға уәде бермеу керек. Бала жабырқап қалады. Сен ертерек келсең болды емес пе? Менің қайтпауымды қаридарлар белгілейді ғой. Оның үстіне мен кетсем асханаға кім қарайды? Бүгін жалпы қаншада қайтасың, соны айтшы. Шынымен де қаридарлардың айтқан есеп. Үйге қашан қайтуымды асханаға келген қонақтар белгілейді. Қожайын, тезірек болыңыздар. Қазір. Жұрттар тапсырыс бергелі жатыр, сен күте тұр. Әке, Шаутиңнен телефон. Қазір барам. Уәй, Шаутиң. Әй, келдің бе? Иә. Кел. Бұл жарыс машина салаңының қожайыны Жан қожайын. Бұл менің досым. Жаңаға сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Чөмәннен естісем өте шебер екенсіз. Рахмет аға, рахмет. Тек өзіме сенетін адамдарға жолыққаныма дән ризамын. Иә, рахмет. Жан ағам жарты бағада майжаңда жаттығуыңа қосылған. Артынан сенің жарыста 3-ші орын алғаныңды естіп, бүкілдей тегін жаттығуыңа қосылды. Шынымен бе? Сізге көп рахмет аға. Мен қалай рахмет айтуымды біле алмай отырмын. Бұл қолдан келетін. Соның үстіне алдындағы жарысты мен тамашалаған болам. Сіз де көрдіңіз бе? Ініміздің жүрісі жаман емес. Енді жақсылап машықтансаң бас жүлденде қанжығалайсың. Рахмет. Жаңаға машық кезіндегі 3 уақ тамақ пен компьютерлік системалардың бәрін тегін жасап беріп отыр. Бұл сенің кәсіби машықтануға оң ықпалын береді. Өте керемет болды. Бақыттан басым айналып кетті. Енді біраз болса төз алмаспын. Чөмәнмен бұрыннан доспыз. Оның бір ауыз сөзі ғой бәрі. Інім, саған онда үміт арттым. Жақсы, жарайды. Сіздің осы сөзіңіз үшін мен жақсылап машықтанып келесі жолы бас жүлдені қанжығалайтын болам. Уайымдамаңыз. Иә, жақсырақ машықтансаң бәрі жақсы болады. Менің тағы да біраз жұмыстарым бар еді. Сендер отыра беріңдер, мен жүре берейін. Жақсы, сау болыңыз. Отыра беріңдер. Жан ағай, сау болыңыз. Оқас жоқ, кездескенше. Жақсы, рахмет Жан аға. Жақсы.
қуанғаныңды қара. Алдыңғы жолы менің байқағаным сен өте сасқалақтайды екенсің. Иә, жақыннан бері осы әдеті қалыптасты маған. Жарыс майданына да үйірлесуге уақыт болмады. Тағы сенің машинаңның тежеуіші қаттылау сияқты. Иә. Сен қандай маркадағы тежеуішті қолданып жүрсің? Фейлодо. Фейлоданың халықарада сатылымы күшті болғанымен сенің машинаңның қозғалысына аши поло жақсы ма деп ойлаймын. Ана Жапониянікі ме? Иә, оның мүмкіндігі жоғары. Саған ең лайықтысы сол марка. Шөмән, сенше мен тежеуішті ауыстырумен қатар басқа қай жақтарына өзгерістер енгізсем Жарыс дұрыс? машиналарын алып қарағанда қозғалтқыш ең маңызды, бірақ ақшасы шамалы қымбат тұрады. Әрине. Мен сұрастырып көрейін, жақсы жасайтын жерлер бар ма екен? Жақсы, онда бұл істі саған тапсырдым, рахмет. Маған неге рахмет айта бересің? Шөмән, менің бүгін маңызды жұмысым болып тұр. Мен жүре берсем, екеуміз тағы біраз күн әңгімелесейік, жарай ма? Осылай болсын. Телефон соғам, иә, сау бол. Яң директор, бүгін Сончаның әлгі асханасы телернадан шыққан соң саудасы қызып кетті. Бүгін қарбалас сияқты, сондықтан кешігіп жатқан болар. Сізден ұят болды. Оқасы жоқ, фың директор. Көне достар кездеспегелі көп болыпты. Бүгін сізді көріп қуанып отырмын. Иә. Фың директор, рұқсат болса мен тазалық бөлмесіне барып келсем. Жарайды. Бәйбіше, ренжімешке шығып қалдым. Әлі директор келмеген бе? Жұрттар келіп алып сені жарым сағат күтіп шыдамай тазалық бөлмесіне кетті. Сенше осы дұрыс па? Жоқ, бәйбіше, ештеңе етпейді. Сенің беделің бар ғой. Ол Мен көңіліңе осы ма? бет-беделімді сен ақ түсіріп болатын болдың ғой. Мен саған ешқашан кешігуші болма деп айтқан едім. Бәйбіше, қазір түс мезгілі асханаға келетіндер көп. Соны ойлашы. Әлі беті қалың сұңданын мені жібермеді. Сен қарбалас бол. Сонда яң директор қарбалас емес пе? Мен қарбалас емеспін бе? Мен әр күні қаншама құжаттарды тексеріп шығам, қаншама жиналыстар жасайм. Мен жарым емес, сені ренжіттім бәйбіше, бірақ... Болды. Өзіңнің жарым емес екеніңді білсең, бұдан кейін дұрыстап істе. Менің бет-беделімді түсірме. Ана жаққа отыр. Яң директор, бұл менің күйеуім Сончаң. Сончаң бұл кісі яң директор. Яң директор, сәлеметсіз бе? Сәлемет. Келі, отырыңыз. Сіз отырыңыз. Саған киім сатып алу деген қиын екен? Сені базардан шығару одан да қиын екен. Әй, тағы да киіп көрші, қарайық. Жаңа базарда киіп көрдім ғой, болды енді. Құдайым-ай, жалқауланбай киіп көре салшы, мен көрейін. Жаман емес. Өте керемет екен. Салмақтырақ бол, бірақ та еркіндікті жоғалтпа. Біраз қырланып қалған сияқты. Уақыты келгенде мен саған үтіктеп берем. Болды, сыртың керемет болды. Енді ішкі мәселелерді шешейік. Ішкі мәселе? Иә, сен әлі әңгімелесуді білмейсің. Мен алдын ала сені дайындап алайын. Қазір мен шешем болам. Ал, бастадық. Қане? Апай, сәлеметсіз бе? Мен Сүйжінмін. Қойшы, өте қатал мынау. Қайтадан кел. Апай, сәлеметсіз бе? Мен Сүйжінмін. О, сен не қызмет істейсің? Мен GLB бәңкесінің кәсіби қайридарлар бөлімінің орынбасар меңгерушісімін. Біздің Чанчаның бастық екенсің ғой. Біздің қызды қалай ұнатып қалғансың? Басында Шаншанды ұнатқан жоқпын, бірақ соңынан ол маған сөз салды. Сосын мен өзгердім. Кімнен көріп едің? Шешесінің алдында оның қызын ұнатпаймын дегенді. Яғни қаридарлар сендерден қарыз алғалы келеді. Сосын бәңкелерін қызықтырмаймын десе қалай болады? Басынан баста. Мен Шаншанды бір көргеннен ғашық болдым. Артынан ол маған сөз салды. Сосын мен оны ұнатпай қалдым.
Құдайым ай, әрең аяқталды ғой. Біздің жылдық есеп. Өзіңе сонша ауыр алмасаңшы. Мен саған берген тапсырма